Сәлем достар, менің Айзат Мұсагуловадан пайдалы кеңестер каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз қауыннан мынадай тамаша табиғи құрамында қант жоқ шоколадтар жасаймыз. Иә, шоколадтар. Менің балаларым кәдімгі шоколадтардан гөрі осы қауыннан жасалған шоколадтарды қалталарына үйіп салып алып жүріп жейді. Бұл рецепті маған енем үйреткен. Бұл қазақтың кәдімгі ұлттық тағамы қауын-құрт деп аталады негізінен. Біздің балаларымыз қауыннан жасалған шоколад деп атап кеткендіктен, отбасымызбен қауыннан жасалған шоколад деп атаймыз. Қауын-құрт тастай және тойымды және қолыңызға жабысқақ болмас үшін оған құпия бір ингредиент қосады. Оны білгіңіз келсе, видеоны әрі қарай қараңыз. Ал енді қауын-құртымызды дайындауға кірісейік. Ең алдымен қазіргі жазғы маусымда пісіп кеткен қауындарды, жемей қалып қойған қауындарды, егер қауын сатып алып, олар тәтті болмай қалса, қауындарды лақтырмаңыз. Оларды осы видеода көрсетілгендей өзіңізге қолайлы кез келген мөлшерде турап, осындай қауын-құрт жасауға болады. Біздің үйде басын бастап жеп, аяғына дейін жемеген, түннен қалып қойғанына әңгелектер бар. Содан кейін мынау әміре қауын бар, қара қауын, сары қауын, солардың бәрін араластырып істейтін боламыз. Ең алдымен видеода көрсетілгендей қолыңызда бар қауынды осылай турап аламыз. Содан кейін турап алған қауындарымызды үлкен ыдысымызға салып, газге қойып қайнатамыз. Қауындардың суы шығып, енді қайнап бастағанда, енемнің айтуы бойынша, мынандай тамақ жасайтын кепкірді, газ тұрған жерге осылай қойып қойдым, асты жабыспайды дейді. Көріп тұрғандарыңыздай, қауындар қайнап, суы шығып жатыр. Қатты отта қайнатамыз, газдың астын баспаймыз, осылай қайната береміз. Біз қауын-құртымыздың үстіне тағы да пісіп кеткен қауын бар еді, соны турап тағы да қауын салдық. Әрі қарай қазанымыздың қақпағын жауып, қатты отта қайнатамыз. Әр 5-10 минут сайын қазанымыздың қақпағын ашып, қауындарымызды асты жабысып қалмас үшін араластырып отырамыз. Міне уақыт өте келе, қауындар қайнап, өзінің суы шығып, түстері сарғыш болып өзгере бастайды. Қауындарымызды араластырып отырамыз, асты жабысып қалмау керек. Міне өздеріңіз видеода көріп отырғандай, қауындардың бәрі езіліп, қайнап жатыр. Қауындарымыздың суы тартылып, қауындарымыз белгілі бір біркелкі массаға айналғанша араластыра отырып қайнатамыз. Бұл шамамен 1-1,5 сағат уақыт алады. Қауынымыздың қайнап жатқанына шамамен 1 сағаттай болды. Қауынымыздың түсі әдемі шоколад түстес қоңыр түске өзгеріп жатыр. Және қауынымызды араластырып қараймыз, және түйіршіктерін қараймыз. Қауынымыз әлі үлкен-үлкен түйіршіктер. Оны әлде майда біркелкі масса болғанша әрі қарай да қайнатамыз. Міне қауындарымыздың суы азайып, біркелкі массаға айналды. Енді құпия ингредиентімізге кезек келді. Бұл құпия ингредиент деп отқанымыз сөктің талқаны. Видеода көрсетіп отырғандай, дайын болған қауынды араластыра отырып, талқанды себеміз. Біз көрсетілген мөлшерге талқаннан 1,5 кеседей, кішкентай кесемен 1,5 кеседей қостық. Қайнап жатқан қауынның шамасына қарайсыз, қауын өте сұйықтау болып тұрса, өзіңіз тағы да қосасыз. Бұл талқан не үшін десеңіз, қауынның өзін қайнатып, суы тартылғанша қайнатып, оны жаятын болсаңыз, қауын өзі шірешті, варенье сияқты қатпайды, ол құрт болмайды. Ал осы талқанды қоссаңыз, талқан өзіне қауынның шірешін сіңіріп, құрт болып қатады. Әрі тойымды, әрі дәмді болады. Талқан қосқаннан кейін араластыра отырып, отта 5 минут ұстаймыз.
Міне қауынымыздың суы толықтай тартылып, мынадай бір келкі массаға айналды. Қауын құртымыз дайын. Енді осыны бір ыдысқа салып алып, толықтай суытамыз. Байқасаңыздар, қайнатқан сайын қауын құртымыздың түсі өзгеріп жатыр. Бұл кепкеннен кейін тағы өзгереді. Дайын болған қауын құртты енді далада кептіру үшін осындай асты да кебу үшін мен асты тесік осы мантаваркаға жайдым. Сіздердің өздеріңізде арнайы құрт жайып жүрген ыдыстарыңыз болса, құртқа жайсаңыздар болады. Болмаса этажейде тұрсаңыздар, осындай мантаваркаға жайсаңыз болады. Осы мантаваркаға осындай құрттың формаға келтіріп, бетін дәкемен жауып қойсаңыздар болады. Байқасаңыздар, алғашқыда жайып жатқан құртымның формасы өзгеріп кетті. Енемнің айтуы бойынша, үлкен болса кебуі өте ұзақ болады деп, осындай майда формаға ауыстырдым қайтадан. Менде барлығы 2 толық мантаварка және 1 жарты мантаварка қауын құрт шықты. Енді осы дайын болған қауын құрттарды далада немесе балконда бетін дәкемен жауып қойып, 2-3 күн кептіреміз. Күн қатты ыстық болса, бірақ күнде кеуіп қалады. Міне біз осылай дәкемен орап далаға жайып қойдық. Мынау менің енемнің ойлап тапқаны, осындай пластмасса нелерге, қораптарға мантаваркаға салмайық, астына дәке салып, осылай жайсаңыз болады. Біз мантаваркада тұрғасын бетіне осылай қоя салдық. Шыбындардың бәрі мынау қауыннан жасалынған шоколадтың тәтті дәмін иісінен біліп үймелеп жүр. Міне далада 2-3 күн кеуіп, қауыннан жасалынған шоколадтарымыз дайын болды, яғни қауын құрттарымыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді, жей бергің келеді. Өте жұмсақ, шаймен де, былайынша да жей бересіздер. Көптеп жасап, тоңазытқышта сақтасаңыз болады. Менің рецептім бойынша қауын құрт жасау ұнаса, міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйіңізде 1 түйір, 2 түйір қауын болса да жасап көріп, дәмін көруге кеңес беремін, өйткені бұл өте дәмді. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар, достарыңызбен бөлісуіңізді сұраймын. Алдағы уақытта бұдан да пайдалы, қызықты видеолармен бөлісетін боламын.